жала жабу деген сол адамның істемеген ісін, айтпаған сөзін, қылығын, мінезін сынап, жоқ істі оған тіркеп қою. Сөйтіп сол сөзді тассаңыз, оның үстінде өсек болады ол. Құдай содан сақтасын, қазіргі кезде адамдар аяқпен жүрмейді, тілмен жүретін болған. Бір жерде отыра қалса, өсек болмаса әңгіме қызбай қалады. Біреуге жала жауып, біреудің осындай айыбын ашпаса, әңгіме қызбай қалады. Сол үшін отырып алады да, егер екі адам отырып біреуді өсектеп жатса, үшінші адам келіп қосыла кетеді. Иә, бәсе, өткенде де осындай болған, немесе мен оны баяғыдан сондай екенін жобалайтын едім. Әй, шынымен сол сондай. Қарасаңыз, бірінші орында сізбен біз адам туралы жақсы ойламаймыз. Бәлки біз екінші бір бауырымыз туралы бірінші